Сәлем, Софико. Сәлем, мен ойыншықтарыма қарашы. Бұлар пішіндер деп аталады. Пішіндер? Қандай қызық. Иә, Софико, пішіндерді үйренгің келеді ме? Иә, бірге үйренейік. Бұл пішін үш бұрыш деп аталады. Үш бұрыш, жаттадым. Ал бұл төрт бұрыш. Төрт бұрыштың төрт бұрышы бар. Жарайсың, Софико, сен сондай ақылдысың. Ал бұл не? Бұл домалақ, оның бұрыштары жоқ. Домалақ, домалайды. Достар, бірге қайталайық. Үш бұрыш пицца тіліміне, ірімшікке және шатырға ұқсайды. Жаттап алыңдар. Ал төрт бұрыш қорапқа, кітапқа және терезеге ұқсайды. Ал домалақ пішінді доп, алма және күн бар. Жарайсың, Софико, келесі кездескенше. Сау бол!